Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін өте оңай, тез дайындалатын шаймен ішкенге пирог жасайтын боламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызы және еріген сары май, қант керек болады. Жұмыртқамыздың ақ уызын миксермен жақсылап араластырып аламыз. Аппақ көпірік болғанша осылай араластырып аламыз. Енді әрі қарай қантымызды сала отырып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Қантымызды бөліп саламыз, барлығын салуға болмайды. Енді үстіне жұмыртқамыздың сары уызын құйып, тағы да араластырамыз. Енді үстіне ерітіп дайындап қойған сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнға қопсытқыш салып дайындап қойдым. Ұнымызды сала отырып, миксермен баяу жылдамдықта араластыратын боламыз. Ұнның барлығын салып жіберуге болмайды. Мен әрі қарай лопаткамен араластыратын боламын, өйткені әрі қарай маған лопаткамен араластырған ыңғайлы болады. Араластырып болған соң формамызға осылай құйып аламыз, пісіруге жібереміз. Менің коржым осындай болып пісіп шықты. Мен екіге бөліп алдым коржымды. Осындайға бөліп алып, ортасына өз қалауларыңыз бойынша тосап салсаңыздар болады. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Мен осылай жасадым. Үстіне шоколад құйдым, ертіп дайындап алдым. Осылай құйып шықтым. Осылай тегістеп аламыз. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Мен бетін осылай безендірдім шоколадтармен. Өте дәмді болып шықты. Өте қарапайым торт болды. Кесілуі де өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мені қарағандарыңызға рахмет. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Менің қарапайым пирогым осындай болып шықты. Сау болың.